Күн ыстық. Дәл осындай ауа райында балмұздақ жегенге не жетсін, е? Шөліңде ғана бір рахаттанып қаласың. Негізі барлық адам балмұздақты жақсы көреді. Сол адамдар осы балмұздақты үй жағдайында қалай дайындау керек екенін біле ме екен? Қайырлы таң көрермен, бүгін біз сіздерге үй жағдайында қолжетімді заттармен балмұздақ жасауды үйретеміз. Олай болса, экранға жақынырақ отырыңыздар, біз бастаймыз. Бізге керекті заттар кілегей, Қойылатылған қан қосылған сүтті өнім және мынадай сироп. Ол дәм беру үшін қажет, біздің таңдауымыз құлпынай дәмі. ең алдымен кілегейді ыдысқа құйып аламыз. Содан соң ол қою болғанша миксермен араластырамыз. Гүлмарал, сен білесің бе, балмұздақтың пайдасы бар екен. Себебі оның құрамында кальций мен ақуыз бар. Я, мен де естіген бұл мағлұматты. Ең алғашқы балмұздақты қытайлықтар осыдан 4000 жыл бұрын ойлап тапқан екен. Арай, біздің кілегей дайын. Ендігі кезекте біздің балмұздағымыз тәтті болу үшін қант қосылған сүт өнімін қосамыз мөлшермен. Гүлмарал, ал енді жақсылап араластыра берсең болады. Гүлмарал, саған құлпынай дәмі ұнай ма? Әрине ұнайды. Онда осының барлығын қоса берейін, е? Қос. Енді соңғы жұмыстар ғана қалды. Ыдыстарға салып, мұздатқышқа қатыру ғана қалды. Айтпақшы, мұздатқышқа 3-5 сағатқа салу керек. Сол кезде балмұздағыңыз нағыз балмұздақ болады. Ал енді дайын болған балмұздақтарды 3-5 сағат көлемінде мұздатқышқа салып қатырамыз.